Заманауи теорияларда Монтескейден бастап Лейбхарттың теориясына дейін билік бөлінісінде тек қана тепе-теңдік пен тежемелік принциптер ғана емес, сонымен қатар өзара келісім, яғни институционалдық келісу механизмдері болу керек делінген. Біз көбінесе тепе-теңдік, тежемелік принцип деп айтып үйреніп қалғанбыз. Ал оны бір деңгейде ұстап, және биліктер егер тек қана бір-бірін тежей берсе, онда даму қарқыны әлдеқайда тоқтап қалады. Сондықтан да өзара келісу, институционалдық келісу механизмдерінің билік жалпы бөлінісінде жазылуы бұл өте маңызды. Егер біз өзіміздің конституциямызға қарайтын болсақ, міне бізде 4-ші баптың 4-ші тармағында былай жазылған екен қазіргі жаңа жобада. Біздегі мемлекеттік билік оны заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлінуі және өзара іс-қимыл жасау қағидатына сәйкес жүзеге асырылады деп тұр. Яғни осы жерде өзара іс-әрекет ету қағидаттары айқын көрініп тұр.